Баршаңызға қайырлы күн, құрметті мен оқырмандарым. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бүгінгі видеомда өзімнің наурыз көже дайындау нұсқаммен бөлісетін боламын. Әрине, әр өңірде, тіпті әр отбасыда әр қалай дайындайды наурыз көжені. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі өте дәмді шығады, әрі қарапайым өнімдерден дайындалады. Ендеше кеттік. Ең әуелі етті осылай жақсылап жуып алдым. Наурыз көжені негізінен сүрленген еттен дайындайды. Сүр ет, қазы. Әрине, сүр ет болмаса, әркім өз шамасына қарай дайындағаны дұрыс деп ойлаймын. Етке салқын су құйып, қазанның қақпағын жауып, қайнағанша күтемін. Ет қайнай бастаған кезде міндетті түрде көбіктерін алуды ұмытпаңыздар. Мінекей, қайнай бастаған кезде оттың астын сәл баяулатып қоямын. Етім менің шамамен 1,5-2 сағатта өзі баппен пісіп шығатын болады. Мінекей 1,5-2 сағатта менің етім толықтай пісті. Енді етімді сорпадан түсіріп, яғни қазаннан өте қатты ұсақ қылмай, орташа көлемде етіп турап шығатын боламын. Етімді түсіре салысымен бірден арпа қосамын. Арпа, яғни перловка. Арпаны өздеріңізде білетін шығарсыздар, өте ұзақ піседі. Сондықтан да етті түсіргеннен кейін бірден арпаны қосамын. Қазір енді етті ұсақтап турап, арпаның үстінен ұсақтап туралған еттерімді де қосып салып жіберетін боламын. Осылай арпаны қосқан соң жақсылап бір араластырып аламыз. Қажетінше суда құйыңыз, суы аз болып қалмасын. Енді еттерді мен өте қатты ұсақ етіп турамаймын. Кішкене сәл орташалау етіп турап, жаңағы арпаның үстінен еттерімді саламын. Оттың қызуы менде орташа қызуда тұр. Енді арпа толықтай піскенін күтемін. Арпа піскенше менің туралған еттерімде толықтай жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Енді қазанның қақпағын жауып 30-40 минутқа қалдыратын боламын. Баяу отта арпамыз толықтай пісуі керек. 30-40 минуттан соң қазанның қақпағын ашып, дәміне қарай тұз себемін. Тұзды көп қосып жібермеңіз, себебі біз қазір құрт қосамыз. Етіміз онсыз да сүрленген ет тұзды. Және де алдын ала осылай жуып, мейіздерім дайындап алдым. Қара мейіз қосқаныңыз дұрыс болады. Сонда өте әдемі көрініп тұрады наурыз көжеден. Әрине, егер мейізді ұнатпасаңыз, орнын басқа нәрсемен алмастырсаңыз да болады. Енді мінекей арпамыз піскен кезде оттың астын баяулатып, ең баяу отқа қойып, жаңағы мейіздерімізді саламыз. Алдын ала жуып дайындап алған мейіздерімізді де қосқаннан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Және де мендегі тағы бір ингредиент, мен айран қосамын. Айранды бірден қосамын, бірақ бірден қазанға құймаймын. Ең әуелі үлкенде ыдысқа осылай сорпадан құйып аламын бір шама. Содан кейін сол сорпаға аз-аздан араластыра отырып айранды құятын боламын. Егер айранды бірден осылай үлкен қазанға құйып жіберсеңіз, сіздің сорпаңыз іріп кетуі мүмкін. Мінекей менде кәдімгі қарапайым қантсыз ренмилктің айраны жаңағы бөлек құйып алған сорпаға тоқтатпай араластыра отырып аз-аздан айранды құятын боламын. Жаңа айтқандай, егер айранды бірден үлкен қазандағы сорпаға құйып жіберсеңіз, айран өзі салқын болып тұруы мүмкін, сорпа ыстық дегендей, сондықтан да сорпаңыз іріп бөлініп кетуі мүмкін. Сол себепті бөлек ыдысқа азғантай сорпа құйып алып, үстінен аз-аздан айран құя отырып араластырып, енді жаңағы сорпаға араластырып үйретіп алған айранымызды үлкен қазанға құятын боламыз. Бұл жолы да тоқтатпай отырып араластырамыз. Менің қазаным шамамен 10 литр қазан, соған 800-900 грамдай айран қостым. Көріп тұрғандарыңыздай толтырып істеп жатырмын. Енді жайылған, қайнатылған құрт қосамын. Құртты мен алдын ала суда езіп ертіп алмаймын. Осылай жайылған күйінде қосып жіберемін. Қазір менде наурыз көжем баяу отта тұр. Соған осы құртты қосып, қазанның қақпағын жауып, шамамен 15-20 минутқа қалдырамын. Сонда құрт бірден сорпада еріп кетпейді. Жайлап баппен сорпада еритін болады. Егер құрты өте қатты көп болып бара жатса, жаңағы сорпадан қосқан құрттарды алып тастасаңыз да болады. Неке жаңа соңында айран мен құртты қосқаннан кейін баяу отта 15-20 минуттай ұстайсыз.
Содан кейін ары қарай араластырып, дәмін татып, наурыз көжеңізді ұсына берсеңіз болады. Дәл осы рецептпен де дайындап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі дәмі ерекше әрі қарапайым өнімдерден дайындалады. Ендеше видео ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!